Осыларды көтеріп жүретін бір көмекші алып жүрмейсің ба, а? Маған көтертіп қойғанша, мен еще заказ берем. Еще өзім көтеріп жүрім керек па? Жоқ енді, көмектесіп. Қайда жүрсің сен, қайда жүрсің? Дәретханада жүрген ғой, дәретханада. Дәретханада көршінің үйінде шай ішіп отырсың ғой сені. Енді амал жоқ, мен өздерін дастархан жаймағансыңдар ғой. Қарын ашып өлетін болдық қой. Біз сені қонаққа шақырған жоқпыз, музыка қойсын деп шақырдық. Біздің ауылда музыканттарды қатты сыйлайды. Біздің ауылда вообще сыйламайды. Бекер кеттім ғой, бекер келіспін. Еще арзанға келдім, болмайтын ақшаға. Мынау ма сенің аппаратура? Иә, осы ғой. Мынау атам заманғы Ямаха ғой мынау баяғы. Иә, осы ғой, 510. Бер шықшы, бер қарай, бер. Не болды? Мына қара, мына телефоның қара мынаның. Сен ана 2000 жылдардың басында ұйықтаққа оянбай қалғансың ғой деймін, ә? Қазір елдер современный iPhone ұстайды, білесің ба? Не болды енді? Мынаны үтіктеп кимейсің ба, хотя бы кінә киіміңді? Мынаны ма? Не осы үтіктеп? Бүйтсең болды, өзі үтіктеледі ғой. Давай, мен басым қатырмай, маған нормальный музыкаларымды қойып бер. Музыканы қоямыз ғой, музыканы. Музыка деп адам бірден жағасынан ала бермей, не той екенін айтсаңдаршы. Какой разница саған не той екенін? Музыка қойсын ғой. Большой разница айналайын. Қалай большой разница? Мысалға айналайын, мен мынаның настройкасын тұрлап келтіріп қойын керекпін ғой. Мысалға үйлену той болып қалды. Аяқ асты 2 жас кіріп келе жатыр. Осы өмірге ылайық, отты жағып, жар деген ән айтам мысалға. Ұзату болса, жалғыз өзі қыз кіріп келе жатыр мысалға. Алақаннан ұшқан ақ құсым деген әнді айтам мысалға. Мысалға алтын той. Атамыз бен апамыз кіріп келе жатыр қол ұстасып. Шүкір, шүкір, Аллаға шүкір. Аман есен тірі қалғандарыңа деген сияқты әндер ғой примерно. Сүндет тойға не қоясың? Сүндет той баланы алып келе жатыр мысалға. Әпчу көкшолақ қой. Әй, чу көкшолақ, бір өлең сөз жаттап алсайшы. Біздің ауылда әпчу көкшолақ. Алло. Мен. 50 мың. 2 тамада 2 беші музыканты мен. Кешіріңіз, артық айырыл болсын, аспа. 40 мыңға болады ғой, ас болса 40 мыңға. Жоқ, ана 2 бешісін алып тастаймыз ғой. Дендерің сома сені 20 мың несі? Ана өлген кісіні сыйласаңдаршы хотя бы. 30 мың қылыңдар, давай. Сендер сонда асқа да апарып музыка қойын деп жүрсіңдер ме? Қазір асын қайсы, тойын қайсы білмей қалдық қой. Бәрін 800 адам 1000 адамға бере береді ғой қазір. Біз короче былай, біз бүгін класстастар осында жиналамыз. Жаңа 10 жыл көрмеген. 10 жыл. Сөйтіп айтсай біраздан сразу. 10 жыл бойы нұрға толы жанымыз деген ән бар ғой. Бауырсақтарды сол жаққа қоя беріңдерші столға. Қалай? Дайын ба бәрі? Бәрі дайын. Сен еш нәрсе уайымдама. Мен бәрін сенімді адамға тапсырып қойдым. Токи бәрін реттейді. Токидің өзін біреуге тапсыру керек қой. Құдай, енді осында өзім істеймін ба? Жеше салмасын. Уайымдама, еш нәрсе уайымдама. Жақсылап істеңдер. Жеше, шай-пай бар ма? Болды, қазір. Қой музыка. Қарын ашып кетті ғой біраздан. Қайда жеше, бұраттан келе ма? Не айтты? Мен 10 жыл күттім қой, 10 жыл дайындап, жоқ қоштекі. Бір-екі. Раз, два, три. Раз, два, три. Бұлай кішке ескертсайшы, та-та-та-та деп. Дұрыса деп ойлап қалдық қой. Микрофон тексеріп атырмын мен. Микрофон тексерсесің, дұрыстап тек. Разговор жоқ? Жаным, 10 жылдан кейін сізде класс жетекші ағай. Келдіңіз ба бүгін осы жерге ағай? Кетші қайдағы ағай? Апай? Мен сен класстасың, Муркамын ғой? Мурка, сен ба? Шып кеткенсің ба? Мына денең тар ғой саған, Мурка. 4 иксел ғой сен, денең, Мурка. Өзіңе қарабашы, не мына үстің қасың, алба жылба. Алба жылба ме? Сыған сияқты. Братан келеді деп есік алдын оформление істеп атқам. Аяғым тайып кетті, оформление оқып қалдым бір үсті. 1-2-3. Раз, два, три. 1-2-3. Осыларға ризамын. Мектепте 1-2-3-тен басқа сан үйретпейді ойдым осыларға. Шимапсың ғой сені. Жоқ, алдын қапты да ғой. Бүгін халал деді ғой. Раз, два, три. Жай. Раз. Давай, раз. Нең бар одай сенің? Мен да раз. Әне, раз шақырып тұр ғой. Микрофонды деп атыр одан нең бар? Сен не деген сөз ұқпайтын адамсың ке, а? Жаздым ғой мен кеше, адам сияқты. Бүгін ешкім ішпейді, бәріміз сау күтіп аламыз деп кеше жаздым ғой класстастардың чатына. Кім чатына жаздың?
WhatsApp'тағы класстастар деген чатқа жаздым ғой мен. Не ол? Мен білмеймін ғой, простой телефон ғой менде. Екеуің бір заманда өмір сүріп жүрекесіңдер де, братан ғой. Енді ескертіп адам. Опа, машина келе жатыр ғой, қойсай музыканы, братан келе жатыр. Жібер. Сашу қайда? Сашу қайда? Ушир, давай. Много ми? Братишка. Ассалаумағалейкум аға. Короче, тыңда. Братан келеді. Нормально музыка қойшы, болмайтын музыка қоймаш, хорошо? Болды, қоямыз. Мына, короче, бала шаға нәпақасы. Рахмет, братан. Нәпақасын берсеңіз, папақасын шығарамыз ғой. Кеме мынау? Районда жүрген кім адасы шығын? Есің дұрыс па, танымай тұрсың ба? Танитын Юрий Сатанов па не? Ей, братан кеткеннен кейін қазір қаланы қарап отырған осы ғой. Мынау ма? Осы? Кім аты кім? Мен білмеймін, кім аты? Аты Милый. Кім? Милый? Таяқ жейсің бе, ақымақ? Милый! Таяқ жеп қаласың қазір. Ой, сақал, милый. Милый братан, ассалаумағалейкум, қош келіп жатсың. Алейкум ассалам, мені таныңдар ма? Конечно, милый. Жоқта сендер танымадым ғой. Біз танитын Ялла тобы емеспіз ғой, братан. Біз ана Макс братанның класстастары боламыз, сол күтіп Что алып там, бүгін. братишка? Ау. Олимпийский мишка. Мишка деме, медведь десе, братан. Что там, бәрі дайын ба? Дайын, реттеп бәрін дайындатып қойғам, дайын ба е? Қазан ұшақ бәрін айттым, Асқар дайындап отыр ғой. Асқар несе, мен саған айтып қой дайында демей. Асқарға айттым, Асқар дайындап отыр. Дайындады ма енді Асқардың? Айбекке айттым ғой, Айбек Асқарға айтады ғой қазір. Айбек айтты ма енді Асқарға? Білмеймін, Нұрбек кеткен, Айбек Нұрбек, бірден Асқарға айтуға болмай ма? танымайды ғой. Қазанды Қазбектің үйінде емес па? Оны Русланның машинасымен Махмуд бәрі тиіп алып келмей ма? Бір қазан ошақты бүкіл ауыл дайындаватсыздар ма не? Ем братан келе жатыр ғой, тай қазан жағып жатырық қой біз. Нормально дайындамайсыздар ма? Мығы, ашуланбаш, мығы. Өсі ашуланбаш, сен ашулансаң мен настроением түседі, мығы. Мен бір көкейде жүрген братский сұрақ бар еді. Ау, Көкейде жүрген сұрақ бар еді деймін, братский, ше. ау. Оның құлағын свет жоқ па демеймін. Білмеймін, бер жағын айтып көрсеңші, бер жағын. Көкейде жүрген сұрақ бар еді. Не дейсің? Общий свет жоқ қой, братан. Айта берсең конкретно. Естіп жатсың ба? Ауыл қарайсың да, базар қарайсың Конечно, да. қараймыз, Неғып атың Милый? Ане, милый емеспін ба не? Мып Милыйсың, братан. Ей, сенің есің дұрыс па, әбді тақылғы кездей. Жынды ма осылар? Не болды, жарлайын деп жатсың ғой. Тамада кемеймін дейді, жетсесің бә. Проблема емес, нөмір 5 Қазыбекке звонда да Махмудтың нөмірін алда серік болғайшы, сөйтсе Русланнан тамадың нөмірін алғыз. Тұра тұршы. Осы бір тірлік жасайтын болса бүкіл ауылды тревожить етіп жүрсің, а? Кличкам тревога ғой, братан. Машина келді ғой. Машина келді. Давай, давай, музыкант, давай. Машина келді. Давай, Тоқта. Өшір. Жайшылық па сені қайда келетің аттап құта бер. Ешкім шақырған жоқ бұл жаққа. Сені ешкім күтіп отқан жоқ. Қайда қағай? Сен ағаң емес ол. Мен ағаммен Сен ешкім күтіп отқан жоқ. Ағаммен сөйлесейші. Осыдан 10 жыл бұрын ойлануың керек еді сен. Нешу, тоқтаңдар. Жеңге, Жеш, Сен қайдан жүрсің бұл жерде, а? Айса. Қайдан жүрсің сен? мен ағама келдім. Жеңге деме маған. Мен саған жеңге емеспін. Ағаммен сөйлесейші, ағам келді. Аға деп аузыңды ашпа. Ол сенің ағаң емес. Осыдан 10 жыл бұрын түрмеге өз қолыңмен жапқанда, ол сен үшін өлген. Әне. Кет. Жеңге, олай емес сөйлесейші. Айрандай үйіп отырған отбасымыздың шұрқын бұзғансың сен. Қай бетіңмен аттап тұрсың бос ағамды. Кет. Жеңге, Алып кетіңдер ұстап жаны. кетесің, өзім шешіп алам. Сөйлесе салайшы, Мен саған жоламай деді қой. Жеңгем. Шық сыртқа. Жеңгем орамалын ластап. Кет! Кет дегенде мен де кетем, әй! Кет дегенде саған айтқан жоқпын, әй! Қайда? Не болды жайлап, заднийға салдың ғой. А? Духың басқа жаққа апарат құрып отыр ғой сен. Не шықпа, әнім? Төбелес па бірдеңе басталып кетті ғой, соны сынып қаламын деп жай қашып баратқам ғой. Нен? Ана нан табарым еді ғой. Мантабар кісінес. Нан табар деймін, нан табар. Нан анаған пісіріпсің бе не?
Ой, жоқ ой, бала шағаны асырап жүрген. Конкретно аузынан шыққан сөзге жауап Бір бересің. сұрақ бар еді бірадан. Не? Жаңа күтіп отқан жігіт неге қуып жібердің? Жұмыс мен. Күтіп отқан жігіт неге қуып жібердің? Оны біз күтіп отқан жоқпыз. Ол братишкасы ғой, братан. Ол інісі ма? Біздің братан 10 жылға сотталып кетті, білесің ба? Қуш? Братишкасы үшін сотталып кетті. Күтіп отқан жігіт сотталып кеткен ба? Братишкасы сот терпила ғой. Өзінің ағасына жазып жіберді ғой. Ризасың ба, бауырым? Брат, жіберіп айтасың ба кішкене? Өмір қанша қисық болғанмен түзу жүруге тырысу керек, бауырым. Есіңе сақта. Сен өзің түзу жүріп алсай бірінші братан. Менің трассым сондай просто, братан. Әңгіме дерске кетіп жатыр. 100 граммың бар ма? Бұл 100 грамм... Бар ма? Болмай тұр ғой сол 100 грамм. Болмай тұрса, оны ішсең айтпа. Давай, қойыңдар музыканы, давай! Давай, қой музыканы! Давай! Сен берге бере! Берге бере! Мен ба? Берге бере! Ана есік алды 888 джип машина тұр ғой, соның артында. Багажнигінде ма? До конца тыңдасайшы, берге бере. Алдында ма не? Соның артында 99 тұр. Соның багажнигінде. До конца тыңдасайшы. Тез айтасың, братан. Соның артында Мерей деген магазин бар, арақ алып кел, бар. А что, бірден магазинді айтсаң? Или жаяу жүргенді айта алмай тұрсың ба? Ол Нұрсұлу ғой, Мерей, мына жақта ғой. Давай, қой, брата, келе жатыр, давай! Марка! Абайла, беліңді ауыртып аласың, беліңді ауыртып аласың. Баяғы салмақ жоқ қой қазір, Макс. Братан! Қош келдің, братан! Амансыңдар ма, Аман есен келуіңмен болады. Шын жүректен қуаныштымын. Аман есен келуіңмен, арамызға оралуыңмен аман есен. Братан! Сағынып кеттік кәдімгідей. Братан! мынау не мұрка Кішкене қосқаным бар кішкене босқан артық қосып жүрсің ғой мұрка красавчик бауырлар. Братан, ренжімеші, соңғы уақытта кіре алмадым. Білесің ғой, базардың тірлігі, көшенің тірлігі, анау. Не, бәрі нормальный, Мико, нормальный. Мә, бәрі. Ассалаумағалейкум, братан. Қалайсыз, жағдай жақсы? Уалейкумассалам, бауырым. Қалайсың? Жақсы, аман есен. Өздеріңіз қалайсыздар? Бала шаға бәрі аман есен? Сіздерді сағындық па, аға? Біз де сені сағынып қалдық қой. Сен кімсің өзі? Танымадық қой. Мен ана Малыйдың брачкаларымыз ғой, Малыйдың. Милый, ей. Милыйдың брачкалары. Қош. Базар жоқ, уже Милыйдың брачкалары бар ма не? Әке! Братан. Әке, тойсыз келдіңіз бе? Келдім. Әкетай, енді кетпейсіз ғой, я? Мені тастамайсыз ғой, я? Жоқ, уайымдама. Сен үлкен қыз болсың ғой, а? Болды, уайымдама. Мен сізді сағындым, әкетай. Енді кетпеңізші, я? Кетпейсіз ғой. Кетпеймін, ешқайда кетпеймін. Мен сендермен бірге болам. Амансыңдар ма? Келдіңіз бе? Иә, Аллаға шүкір. Енді тек жақсы күндер болсыншы. Иә, енді тек қана жақсы күндер болады. Уайымдамаңдар. Болды, Жылама. Әкең аман есен келді, жылама. Иә, бәрі жақсы. Аман есен келді. Ақсы арақ! Ой, ұйықтаймын. Екі сүрме араққа әңгіме айтасыңдар ма не? Бастан қарыз беріп ғой. Сендер үйге бара беріңдер. Үйге бара беріңдер. Шай дайындай берейік. Ей, Токи, базар жоқ. Макс, братан! Красавчик. Мен тірі келдім ғой, аман есен келдім. Жұмысың болмасын де. Токи. Бак, 10 жыл, қайда болды? 10 жыл, мен бір өзім іштің болмады. Токи, мынау не? Бәрі өзгерген, сен ғана өзгермегенсің. Бастарайыз өзгермеуге, братан. 10 жыл бұрын мен шығарып саған осылай шығарып саған. Күтіп алғанда осылай күтіп алдым ғой, Токи. Красавчик, ей. Не айтам мен? Аша, айтпай қойшы. Тастаман товаркын, Тастаман товаркын, таста.
менен Жақсы қалған айтатын едің ғой. білесің Давай. мен братан Он красавчик. жұмысың болмаса Бірге ассалаумағалейкум алейкум ортада неге шығамыз көңіл хей өмір деген қатала өмірге адам келмейді ғой қайтала қиын екен сонда да өмір деген алғашқы махаббат қиын екен сонда да өмір деген алғашқы махаббат қанекей көңілдірек орта келуге шығамыз мен де сенің жақсы әнің болайын ақ сәулем мен де сенің жақсы әнің болайын көңілдірек Ей, Ақсәуле. Ақсәуле брат, тұрыңыз, Ақсәуле брат. Тұр. кім ақ сәуле тоқи менің атым Жүр. Токи, до конца ұрды ғой сен жұп өшіп қылайын ба нормально. Болады, жетеді. Қойшы брат. Жетеді, нормально. Нормально. Ал енді, былай істейік. Мына далада көп тұрмайық. Кеште жаңа шай дайындап қойған екен. Ішке барып, шай ішейік. Дұрыс айтасың, братан. Ішке кіреміз, шай ішеміз, шығамыз. Кафеге барамыз. Кафеден шығамыз, клубқа барамыз. Онке братандар баня дайындап қойды. Бір баяқшы от души бір демалайық та, братан. Вспомни, Наша. Закат окончил летний теплый вечер. Остановился на краю земли. Дұрыс па, нежный? Смелый. Теплый. Ужасный. Любимый. Человек-паук. Милый! Мака, сіз менен Красавчиктер. Әңгіме жоқ, бәріне рахмет. Мен вообще шок болып тұрмын ғой сендерге. Кәдімгі ойлаған жоқпын да сендер келгенде бәрін мен от души жігіттер, базар жоқ. От души бәрін жақсы көремін. Бәріне рахмет. Ниеттеріңе күтіп алып атқандарыңа, Токи. Бәрін көріп қуанып қалдым. Бірақ енді просто үйге кіріп, қазір отырайық. Бірақ баяғыдай емес только. Баяғының бәрі сол баяғымен қалды. Нормально, бәрі нормально. Токи, түсінсең ғой, просто баяғы тірліктерім үшін білесің ба? Алла тағала маған 10 жыл уақыт берді да, просто ойлануға да. Просто тупо отырып ойлануға маған. Әшейін 10 жыл кетті да. Ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін түсіну үшін, ақ қараны ажырату үшін да, өмірде қай жерде қате кеттім, өмірдің дұрыс жолын түсіну үшін 10 жыл просто отырдым. И түсіндім да, Алла тағала маған уақыт берді, мен тәуба кеп қазір. Аллаға шүкір да, 5 уақыт намаз оқып, енді ораза ұстап, и шамам жеткенше до конца өмірмен, бала шағамен, дұрыс жолда, өздеріңмен бәріміз. И сендерге де айтамын да, дұрыс жол, адал кәсіп, отбасы, бала шаға, енді Алланың дұрыс бағытымен жүруіміз керек екен да. Потому что өмір ойыншық емес та. Макс, базар, сен 10 жыл түрмеде отырып келдің ба? Или медреседе оқып келдің ба? Басыршы. Не әңгіме мынау, кірмей жатыр мен. Жоқ, Доки, конечно, мен саған қалай түсіндірсем. Бәрі өзгеріп, сен өзгермеген, білесің ба ненің кесірі? Сен бала шағаң, мысалы, естіп отырмын ғой мен. Оны айтпай қойшы, кетті жіберіп қойдың. Соның бәрі ненің кесірі? Міне, сен мынау шылдырмақтарың кесірі. Бүткіл жамандықтың бастауы ол ішімдік деген. Ол мен емес, конкретно пайғамбарым саллаллаху алейхи айтқанда. А пайғамбар никогда өтірік айтпайды да. Токи, түсініп тұрсың ба? Арақ, ол бутылканың ішіне сияды да, адам ішіне никогда сыймайды, Токи. Түсін. Бірақ деймін да, ренжіме, бәрі күшті да. 10 жыл бұрын жатып ішетін едің ғой.
араққа душқа түсетін едің ғой. А? Енді келіп маған справедливо әңгіме айтып тұрсың өзің. Токи, бауырым, Токи, мен өткен өмірім бәрін мусорға тастаған адам. Қоқыста мен өткен өмірім. Мен өткен өмірім керек па саған? Бардақ қоқысты қазасын. Сол жерден табасын. Ал қоқысты кім қазады? Ит пен мысық қазады. Сен ит емессің. Сен нормальный мужиксің. Өмірге реально қарасыш. Кішкентай бала емессің ғой, қасықпен аузыңа салып отырады. Өмірде нені дұрыс істедің, нені дұрыс істемедің. Просто мойында и все, болды. Арам ба ол, арам ба? Все, болды. Мен қойдым. Әңгіме жоқ. Братан, бәрін түсінем ғой енді. Просто братандар баня дайындап қойды, қыздар дайындап қойды. Әдем қыздар, анау, мынау. Білесің ғой, братан. Милый, сенде қарындасың бар ғой? Конечно, бар. Әп-әдем, красавица қарындасың бар. Сол да бір топ жігіттермен тұрды. Қалай сонда, братан? Қалжыңдап отырсың ба? Білесің ғой, бұл өмірде ең қымбат қарындасың. Любой сындырам, білесің ба, братан? Че, милый, қатты дейді ма? Конечно, қатты тиеді, братан. Әрбір қыз бала, ол бәріміздің қарындасымыз. Әрбір қыз баланың өзің қарындасындай көрмесең, өзіңнің қызыңдай көрмесең, сенің еркектігіңнен бес тиын. Еркектігіңде бас көтеріп жүрмей қой, милый. Ата красавчиксың ғой. Алла тағала ең жек көретін істе осы. Тіпті жек көрген соншалықты оған ойлауды да бізге тыйым салған ол туралы. Так, бәрін жақсы көрем. Давайте. Макс, готовы молда болып келіпсің ғой. Қойшы, базар жоқ, Токи, давай. Ішке кірейік. Ішке кірейік. Қай бетіңмен кет. Қай бетіңмен келдің? Қайдағы ағай? Макс, братан, ренжімеші, бір шақырған жоқ, өзі келіп тұр. Біздің табалдырымызды Жігіттер. аттама деген мен саған. Жігіттер, бір шақырған жоқ, ренжімеші, өзі келіп тұр. Братан, ренжімеші. өзіміз шешеміз. Сіз, Токи, ворот нашайын ба? Аға, 10 жыл ғой өз-өзіме сыймай келдім, аға. Мен сізден басқа ешкім жоқ қой, аға. Кешіріңізші мен, аға. Мен кешіріңізші, аға. бауырым. Екінші рет сен бұл көз жасын көрмейтін болайын. Басын көтерт, достойны жүр. Бала шағын көрмесін. Сен елдің жүгін арқылайтын азаматсың, басын көтер. Братан, қалай бауыр деп атсың, а? Бұл терпелі ғой. Осының кесірінен 10 жыл түрмеде отырып шықтың ғой. Мен ақ болып кетейін сон туған братишкан. Милый, сен ешқашан мен туған братишкан бола алмайсың. Ол үшін бірге туылуың керек еді сен. Менің палзун киімді киюің керек еді сен. Менің артынан жүруің керек еді. Мен болып көрейін онда. Вариант қой. 10 жыл деген оңай уақыт емес, бауырлар. Бірақ уақыт өтті, уақыт емдейді. Оқиға дәл сендер ойлағандай болған жоқ. Ақиқатын айта берсек болатын шығар. Атың өшкір қу арақты ішіп алып осыдан 10 жыл бұрын көшеде келе жатып бір оңбағандардан таяқ жедім. Көз жұмып қырқын төбелестің ішінен өзімді таппай есімді жоғалтып құладым. Бір ешейіп қарасам, туған бауырым мен үшін болысып сол төбелестің ішінде жүр. Бір оңбаған пышақ алып маған қарай ұмтылғанда інім тұра жүгіріп әлгінің қолын бұрады. Оңбағаның маған оқтаған пышағы өзіне оқталды. Оқиғаның соңын білесіңдер, қайғымен аяқталды. Тез арада шешім қабылдау керек болды. Көзімше інім 10 жылға сотталар. Аға ретінде не істей аламын? Бар кінәні өзім мойныма алдым. Ініме қинап қол қойдырттым және куәгер қылдым. Өйткені ата-анадан екеуміз жалғыз қалғанбыз.
бала күнімізден бар тапқанымызды бөліп жеп, ыстыққа да суыққа да бірге тоңып, бірге ысыдық. Бір киімді кезектеп кидік. Мен атқа мінгенде інім шыбықты тайғып мініп, ағалап артымнан шаңдатып шабушы еді. Талай аш күнімізде, тоқ күнімізде бірге өтті. Туған бауырымды жамандыққа қимадым. Аға ретінде қате болса да жасаған жақсылығым осы болды. Кешір мен бауырым. Туғаным болайын дейсің. Бауырым, 10 жылдың ішінде неше рет маған хабарластың? Қанша рет хабарымды алдың? Неше рет телефон шалдың? 5 рет? 6 рет? Түсінем, жұмыс, тірлік. Мурка, кластас. Тайғылындай тебіс бірге өскен көршім менің, досым. Сенше, осы 10 жылдың ішінде неше рет звондадың маған? 3 рет. Оның өзінде екеуінде қарыз сұрап звондадың. Токи. Сенен толқы жоқ. Айып, Макс. Сол күні қатты ауырып қалдым. Хабарласатын едім, айыппыз. Ал 10 жыл бойы күн демей, түн демей темір тордың ар жағында тұрып, Алладан менің тек амандығымды тілеп, аға кешіріңізші деп кешірім сұраудан басқа ешбір сөз айта алмай, барын тасып, күнде хабарымды алып, сол абақтың айналшықтап шықпай, жаны қалмай, халімді біліп тұрған менің туған бауырым ғана. Рахмет саған бауырым. Кешірші айналайын. Мен білмедім ғой. Бәріміз білген жоқпыз ғой, шын ғой. Алтынның қолда барда қадір жоқ, бауырлар. Егер шын бауырларың болса, бауырларыңа басыңдар. Туысың болса, араласыңдар. Уақыт өтеді де кетеді. Қайтып қайтара алмайсың. Уақыттың қадірін білгің келсе менен сұра. Мен сендерге айтып беремін. Дұрыс айналайын. Асхатжан, ренжімеш енді бізге шын. Бірақ осы уақыт бар ғой, сені бір іштей жамандыққа қимай жүрем бар ғой. Шынымен де бір. Осы істе бір шикілік бар екен. Рашикажан, жаман ағаң кешір. Барып тұрғанға айтпадың ба? Бірдеңе беріп жіберетін едің. Болды, қойыңдаршы. Бүгін қуанышты күн емес пе? Арамызға аман есен оралды. Давай, үйге кіріп Мен сіңдер. үйге барып шай дайындайын. Жүріңіздер дастарханға. Құран оқысыңдар, мен күте тұрайын. Токи, давай, жүр. Жүр, Токи. Максастан, жаным, жаным. Токи. Сен дұрыс айт, сен дұрыс, мен түсін, бәрін қоям, бітем, бәрі. Сен красавчиксің ғой, алтын адамсың ғой. Білем оны. Қолынан келмейтін жоқ. Токи, не болған саған? Не, білесің, алып кетеді братан. Жаным, досым деп алып кетеді, үйінен апарады, ауа сыпыртады, машина жөндетеді, сварка жасатады, бесік жасатады. Ақша берем дейді, арақ беріп жібереді. Ішпейін десең ысырап. Істейсің, айшы. Қалай жүрсің, мен қоям. Токи, мен түсіндім. Сенің достарың бар, бірақ саған шын жан ашитын досың емес екен. Жұқы, братан. Енді ортаң бар, қасыңдамын, Токи. Біргеміз. Рахмет. Братан. Мен, бері қара. Жек көрем. Мен сен жек көрем. Сен кесіріңнен, сен бір жүрші үйге. Жаның шығарам қа. Көрсіз емес саған. Ой, жаман бала, жүр үйге. Әттат қылам қазір. Жанаға қорғаным боп қорғадың да, жаныма жылу бердім тоңғанымда. Көп қиындық көрмесе мендей інің,
сендей қамқор ағамның болғаны да. Жатса да жер әлемді көшкін көміп, тұрса да ауыр күндер кескін беріп. Алдыңда ағаң барда жағаң бүтін, еңсеңді баса алмайды ешкім келіп. Жан бауырым, жаныма шуақ болған. Інілік ізетіңнен қуаттанғам. Араздықтан сақтасын Алла бізді. Сүріндірмей сан қилы сынақтардан. Ұмыттырып жақынның жақындығын, құнықтырып қу дүние жатыр бүгін. Я жаратқан, бере көр әр шаңыраққа, аға мен бауырдың татулығын. Құтты болсын, осындай әдемі кештеріңіз көп болсын.